Қайырлы күн, құрметті салық төлеушілер. Мен Түркістан облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің мемлекеттік қызмет көрсету басқармасының басшысы Шырымбекова Сәуле Әбдәшімқызы боламын. Бүгінгі біздің салық сауаттылық айдары өңіріміздегі салық төлеушілердің салық мәдениетін көтеру мақсатында ұйымдастырылып отыр. Біздің бүгінгі тақырыбымыз жеке тұлғалардың салық міндеттемелері туралы болмақ. Спикеріміз өндірістік емес төлемдер басқармасының басшысы Көкенов Мейрамбек Байқадамұлы. Бүгінгі қонағымыз Оразқұл Жанболат Әбілханұлы, жаңадан кәсіпкерлік бастап отқан біздің белсенді жастарымыздың өкілі және біздің сыртқы экспертіміз ретінде бізге пікір алмасуға келіп отыр. Бірінші сөз кезегі өзіңізде. Саламатсыз ба Сәуле ханым, Мейрамбек мырза. Рахмет бүгінгі осы сұхбатқа шақырғандарыңызға. Менің өзімнің көкейімде жүрген және халықтың көкейінде жүрген бірнеше сұрақтар өзім дайындап келдім. Соны сіздерге қоюға рұқсат етіңіздер. Сұрақтарға келетін болсақ, жеке тұлғалардың салықтық міндеттемелері дегеніміз не және олардың маңыздылығы қандай? Қазақстан Республикасы салық кодексінде белгіленген тәртіпте кез келген салық төлеушілер өзіне міндеттелген барлық салық және басқа да бюджетке төленетін міндетті төлемдерді дер кезінде және сапалы орындауы тиіс. Дәл сол сияқты жеке тұлғаларға да міндеттелген өзінің бірқатар салықтары бар. Олардың басым көпшілігі салық объектісі пайда болғаннан бастап міндеттелетін болады. Менде келесі сұрақ туындап тұр. Қазақстанда жеке тұлғалар қандай салық түрлерін төлейді? Соған нақтылап жауап берсеңіздер. Сіздің сұрағыңыз өте орынды. Әрбір Қазақстан Республикасының жеке тұлғасы өзінің салық салу объектілері мен салық салу субъектілері бойынша салықтар мен басқа да міндетті төлемдерін төлеуге міндеттеледі. Оның ішінде бізде басым көпшілігі осы жеке тұлғалардың қазір салықтарына келетін болсақ, осы жеке тұлғалардың жер салығы, көлік салығы, мүлік салығы, сонымен қатар өздерінің тапқан табысы бойынша жеке табыс салығын төлеуге міндеттеледі. Сонымен қатар осы салық кодексінде көзделген басқа да іс-әрекеттер жасалған үшін төлемдер мен алымдарды төлеуге іс-қимыл жасау барысында төлеуге міндеттеледі. Жеке табыс салығын төлеу бойынша қандай жағдайларда азаматтардың міндеттемелері туындайды? Енді бізде жеке тұлғалардың төлейтін салықтары бізде бірнеше түрге бөлінеді. Оның ішінде жеке кәсіпкерлер өздерінің салық режиміне қарай салық айналымнан немесе таза тапқан жеке табыс салығын төлейді. Ал жеке тұлғалар бір жерде жұмысшы болып жұмыс істейтін болса келісімшартпен, оған салық агенттері автоматты түрде салықтар мен міндетті төлемдерін басып қалу арқылы салық агенттері аударып төлеуге міндеттеледі. Ал жеке тұлғалар бар бізде, өзінің жеке табыс салығы кәсіпкерлікке де тіркелмей, немесе өз-өзін жұмыспен қамтыған режиммен жұмыс жасамай, немесе салық агенттері аудармайтын табыстары бойынша олар жеке тұлғалар өздері дара тапсыруға міндетті. Мысалы, әрбір жеке тұлға үшін жаңағы тапқан табысы бойынша 270-ші салық декларациясы ағымдағы жылдан кейінгі жылдың 15-ші қыркүйегінен кешіктірмей табыс салығын есептеп төлеуге міндеттеледі. Оның ішінде мысалы ретінде айтатын болсақ, қазір жеке тұлғалар өзі жұмыс істеп жатыр. Оның ішінде шаштараздары бар, такси жүргізушілері бар, үйді жалға алып беретіндері бар. Соны маған толықтай басқа да мысалы қызмет түрлері бар ғой қазір. Біреудің қолына барып жалдамалы жұмысшы ретінде болып тіркелуі мүмкін, еш жерге тіркелмей. Сол ретінде былай халық түсінікті қылып жауап берсеңіз. Жеке тұлғалар сіз айтып отқандай жаңағы әрбір табысы бойынша салық төлеу міндеттеледі. Оның ішінде жаңа айтып отқандай бірнеше топқа бөлінеді. Оның ішінде жаңа кәсіпкер болып тіркелген азаматтар өзінің салық режимі бойынша бюджетпен есеп айырысады. Ал жаңағы айтып отыр ғой, қазір басым көпшілігі біздің елімізде өз-өзінің жұмыспен қамтыған азаматтар, яғни такси жүргізуші, шаштараз, немесе өзінің жаңағы бала күтуші деген сияқты, болмаса жаңа үй тазалаумен айналысатын өздері жаңағы шыққан кезде жеке тұлғаға ешқандай жалдамалы жұмыссыз қызмет көрсететін азаматтар, олар жаңа қазір салық кодексінде өз-өзінің жұмыспен қамтыған азаматтар деген салық режимі қосылған, сонымен жұмыс жасау өте тиімді. Ол жерде бұл салық режимінің тиімділігі жаңағы салық төлеушілер өздері біздің қазір осы салық төлеушілер үшін шығарылған қосымшаларымыз бар.
е-салық азамат қосымшасы арқылы өзінің көрсеткен қызметіне автоматты түрде кәсіпкер болып тіркелмей сол жерден салық төлеушіге чегін бере алады. Алған сомасының құны бойынша сол алған сомасы бойынша мемлекеттік кірістер органдары автоматты түрде ол кісілердің жаңағы салық міндеттемесін орындауына сүйемелдеу жасайды. Яғни ол жерде жеке табыс салығын төлемейді ол кісілер. Ол жерде тек қана әлеуметтік төлемдер төлейді. Яғни сол алған ақшадан 4% көлемінде жаңағы әлеуметтік аударымдар салынып қалынады. Оның жаңағы 4%-дің 1%-і міндетті зейнетақы жарнасына, 1%-і медициналық сақтандыру қорына, 1%-і әлеуметтік сақтандыру қорына деген сияқты осындай 4 әлеуметтік төлем бойынша автоматты түрде бет есебіне салық төлеушінің төлеуге міндетті жаңағы төлемдер отырғызылып, салық төлеуші соны төлесе болды. Басқа салық декларациясын тапсыру, болмаса кірістер органына келіп, басқа да есептер тапсыру міндеттелмеген. Ол біздің оңайлатылған осы жеке тұлғаларға жұмыс жасауға оңайлатылған бір үлкен бір жеңілдіктің режимі. Одан кейін бізде білесіз, кәсіпкер болып тіркелмеген, бірақ жаңағыдай өзін үйге, оның ішінде мемлекеттік қызметкерлер де бар, үйлерін жалға беретіні, немесе жаңағыдай сол жұмыстардың арасында жаңағындай ғылыми жұмыспен айналысатын, университеттерде сабақ беретін азаматтар мысалы өз салық табыс тапқан жағдайда ол кісілер жеке тұлғаның өз табыс ретінде жаңағы жоғарыда айтып өткендей 270-ші декларациямен төлеуге міндеттеледі. Немесе сол көрсеткен мысалы жаңағы заңды тұлғаға қызмет көрсетсе, ол жерде салық кодексінде қарастырылған, яғни салық агенті автоматты түрде жеке тұлғалардың жаңағы көрсеткен қызметі бойынша жеке табыс салығын ұстап қалып агент аударады. Ал егер сіз жаңағы жеке тұлға болып жаңағы үйіңізді жалға берсеңіз, өзіңіз салық декларациясында сол тапқан табысыңызды көрсетіп төлеуге міндеттелесіз. Егер де менде мынандай сұрақ туындап тұр, біздің Қазақстан азаматтары, азаматшалары шетелге барып жұмыс істеп келетін болса, оның салық төлеу жолдары қалай болады? Соны түсіндіріп кетсеңіздер. Бүгінгі таңда шетелде де барып біздің азаматтар табыс тауып келіп жатыр. Бұл жағдайда негізінен екі жақты салық салуды болдырмау мақсатында халықаралық конвенцияларда қабылданған келісімшарттар бар. Салық салу сол келісімшарттар негізінде жүргізіледі. Бірақ ең басты міндеттеме ол шетелден табыс алған жағдайда да біздің Қазақстан Республикасының азаматтары декларациясын, сол табыстарын көрсету туралы декларациясын міндетті түрде тапсыру тиіс. Менде келесі сұрақ, мысалға, 1 теңге үшінде счетымды жауып тастайтын жағдайлар болады. Жеке жаңағыдай машинаны алып сатуы болады, басқасы болады, соның ішінде штраф болады, оның ішінде соның 1 теңгесі төленбей қалса да жауып тастайды. Ол жағдайда қандай шара қолдануымызға сіздер кеңес бересіздер? Жаңа сіз айтып отқан салық төлеушілердің счеты жабылып қалу ол көптеп кездеседі. Осы айтып отқандай, әрбір азамат салық міндеттемесін уақытылы, сапалы, толық орындауға міндеттеледі ғой. Өкінішке орай қазір біздің Қазақстанда осы салық міндеттемесін уақытылы орындау кезінде салғырттық танытып жатады. Яғни біздер осы салық төлеушілердің осы әсіресе осы жеке тұлғалардың жер, мүлік, көлік салығы бойынша есептелгені бойынша біз ол кісілерге хабарлама жіберіп жатамыз. Осындай ресми түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатамыз. Жаңағы ол кісілерге push уведомление дейміз ғой, мысалы SMS хабарламалар жолдаймыз. Екінші деңгейдегі банктік қосымшалар арқылы жолдап жатамыз. Бірақ соған қарамастан уақытылы төлемей қарыз болып қалып жататын азаматтар болады. Ол азаматтар үшін салық кодексінде осы жаңа төлемеген салық берешектерін мәжбүрлеп өндіру бойынша шаралар қарастырылған. Біз сол шаралар бойынша осы салық кодексіндегі шаралар бойынша соны өндіру жұмыстарын жүргізетін боламыз. Ол жерде хабарлама жолдаймыз. Егер сол хабарламаны орындамағаннан кейін міндетті түрде бірден сол қарызы шыққан күн жауып тастамаймыз. Біз ол кісілерге ескерту салық қарызы бар бойынша хабарлама жолдаймыз ескерту ретінде. Одан кейін төлемеген жағдайда біз салық бұйрығын шығарамыз. Сол салық бұйрығын шығарып сот орындаушыларға осы мәжбүрлеп өндіру үшін өткіземіз. Одан кейін барып осы жаңағы төлемеген қарызы үшін
өсімпұлдарымен айыппұлдармен төлеп жатқан жағдайлар бар. Яғни әрбір салық төлеуші өзінің салық міндеттемесін уақытылы толық орындап отырса, осындай келеңсіз жағдайларға бармайды. Яғни әрбір азамат қазір білесіздер, өте ақпараттық құралдардан да біз жыл сайын, жыл басталғаннан жылдың соңына шейін біз осындай түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз. Қазір әлеуметтік желілерде де өте көп кеңінен таралған осы қазір керек десеңіз мектептегі балдарға шейін өзінің жаңағыдай құқықтары мен міндеттерін толық біледі. Яғни салық төлеушілер де өздерінің үйі, жері, көлігі бар екенін біле отырып, соның салығын төлеуді де біледі әр жылға. Сол салығы бойынша біз жаңағы айтып отырмыз, қазір кеңінен тараған Каспий халық банктеріне хабарлама жібереміз. Сол жерден өздерінің иінін теріп төлеуді бастап болды. Автоматты түрде уақытылы төлеуге толық мүмкіндік жасалған. Бірақ соған қарамастан осы мүмкіндікті біздің көп салық төлеушілер қолданбайды. Осындай мәжбүрлі түрде өндіру шарасына әкеп соғады. Осыған жеткізбес үшін әрбір салық төлеуші өзінің жаңағы салық міндеттемесін орындауға мұқият қарауға, жауапкершілікпен қарауға шақырамыз. Мейрамбек Байқадамұлының қазіргі айтқан пікіріне кішкене қосыла кетсем, бұл жерде жаңа айтып отыр ғой, салық берешегі пайда болғаннан кейін ары қарай жаңағыдай шаралар көрілетін болады. Ал берешек пайда болмас үшін негізінен біздің жеке тұлғалар көлігі болған жағдайда көлік салығын мінген жылдан бір жыл өткеннен кейінгі келесі жылдың 1 сәуіріне дейін төлеу мерзімі бекітілген кодексте. Және сол сияқты жер және мүлік салықтарының төлеу мерзімі келесі жылдың 1 қазанына дейін. Осы аралықта егер салықтарын мерзімінен кешіктірмей төлеген жағдайда оларға ешқандай шара қолданылмайды. Менде келесі сұрақ, мүлік, жер және көлік салықтары қалай есептеледі, соған жауап берсеңіз, нақтылап. Жеке тұлғалардың жер, мүлік, көлік салығын есептеу бойынша бізде жыл сайын уәкілетті органдар бізге мәлімет ұсынады. Әрбір салық төлеушінің қандай салық салу объектісі бар, яғни кімнің атында қандай көлік бар, қандай жер бар, қандай мүлік бар деген сияқты. Бұл жерде мысалы көлік салығын есептеу бойынша жаңағы уәкілетті органнан алынған мәліметке сәйкес мысалы жеңіл көліктердің объемына қарап есептелінеді салығы, автобустардың орындық санына қарай, жүк көтеретін көліктердің жаңағы жүк көтеру тоннасына қарай есептелінеді. Сонымен біз уәкілетті органнан алынған мәліметке сәйкес, яғни сол жеке тұлғадан қанша мерзімде болды, сол мерзімге есептеп автоматты түрде біз салық төлеушінің бет есебіне отырғызамыз. Тура сол сияқты жер мүлік салығы да солай есептелінеді. Яғни уәкілетті органнан беріледі. Мысалы БТИ-дан сіздің үйіңіздің құны қанша екені беріледі. Сол құнына қарап біздің салық кодексінде белгіленген ставка бойынша біз бет есепке отырғызамыз. Жер салығы да тура сондай. Үстінде жер жоқ болса, пустой жер ретінде, үстінде үйі болса, ол үй іргелік жер ретінде салық кодексінде қаралған ставкалар бойынша біз жыл сайын есептеп, сол салық төлеушілердің бет есебіне отырғызып, салық төлеушілерге хабарлама жолдаймыз. Сіздер үшін осы 2025 жыл үшін, яғни биыл 26 жылы мынандай салық төлеуге міндеттісіздер деген біз хабарлама жолдайтын боламыз. Содан кейін тағы да бір айта кететін жағдай, 2026 жылдан бастап мына көлік салықтары бойынша қосымша жеңілдіктер енгізілді. Яғни ол жерде бұрын көліктің шыққан жылына қарай жеңілдік берілмейтін болса, 26 жыл үшін, яғни келесі жылы осы жеңілдікті бойынша салық төлейді. Яғни ол бір жылдан 10 жылға шейін 30% көлемде жаңа есептелген салығынан жеңілдік беріледі, ал 20 жылдан асқандарға 50% көлемінде осы көлік салығынан жеңілдіктер қарастырылған. Яғни 26 жылдың салығын 27 жылы төлейді, сол кезде осы жеңілдікпен есептелініп төлеуге міндеттелетін болады. Енді халықтың көкейінде жүрген көп сұрақтардың бірі деп ойлаймын. Мысалға, жаңағыдай мобильді аударымдарға келетін болсақ, 100 переводтан асатын болса, оның ішінде 100 переводтың ішінде мысалы туысқандар арасында аударымдар болады. Мысал ретінде, той жиындар болады. Ол кезде той анасы ретінде қазір көбіне перевод арқылы жүргізеді. Соған нақтылап, былай өздеріңіздің нелеріңізді айтып кетсеңіз, жауаптарыңызды айтып кетсеңіз. Енді осы мобильді аударымдар бойынша біз өте көптеген түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Жаңағы сіздің 100 аударым дегеніңіз, яғни сізге мысалы бір адам бірнеше аударым жасап жатса да саналмайды. Әртүрлі
100 адамнан жаңағыдай 3 ай қатарынан төлем қабылдасаңыз, перевод қабылдасаңыз, сіз мемлекеттік кірістер органының назарына ілігесіз, заңсыз кәсіпкерлікпен айналысып жатыр деген күдікпен сізге хабарлама, кәсіпкер ретінде тіркеуге хабарлама жолдайтын боламыз. Яғни бұл жерде білесіз, жаңағыдай 3 ай қатарынан қойылып отыр. Яғни сіз 1 ай, 2 ай, 3 ай, 3 айда да осы 100 әртүрлі 100 адамнан төлемдер қайталанып отса, сіздер жаңағыдай кірістер органының күдігіне ілігіп, автоматты түрде сіздерге хабарлама жолданатын болады. Яғни әрбір салық төлеуші заңға сәйкес жұмыс жасауға міндетті. Кәсіпкерлік мақсаттағы переводтар, ақша аударымдары тек қана осы кәсіпкерлікке арналған біз посттерминалдар, QR-кодтар арқылы қабылдану керек та, ал қалған жағдайларда жаңағыдай жеке тұлғаға қатысты ғана аударымдар жеке тұлғаға аударылу керек. Рахмет, Сәуле ханым, Мейрамбек мырза, өзімнің сұрақтарыма нақты өзім жауабымды алдым. Осы уақыт аралығында салық мәдениетін арттыру үшін қандай іс-шаралар жүргіздіңіздер? Әрине, бұл бағытта біздің кірістер органдары тарапынан тұрақты түрде жұмыстар жүргізіліп отырады. Оның ішінде мысалы қазір 3 деңгейде де бізде әлеуметтік желілерімізде ресми парақшаларымыз бар. Ол жерде салық кодексіне қатысты барлық тақырыптарға дерлік тікелей эфирлар, одан да басқа түсіндіру видеолары, түсіндіру, тағы да ақпараттар барлығы орналастырып отырады. Яғни біздің ресми парақшалардан мәлімет алуға мен салық төлеушілерге кеңес берер едім осы сәтті пайдалана отырып. Сонымен қатар бізде жылына бірнеше рет кездесулер, біз тіпті аудандарға барып, аудандық салық төлеушілермен де кездесулер, семинарлар, дөңгелек үстелдер өткізіп, тікелей сұхбат жасап, салық төлеушілердің барлық қойылған сұрақтарына соңына дейін жауап беріп, түсіндіру жұмысын тұрақты түрде жүргізіп келеміз. Дәл биылдың өзінде мысалы 21 мыңнан астам ондай іс-шара өткізілген. Оның ішінде жаңағы жалпы газет, телевидение түсірілімдері де, мақалаларды жарияланып келе жатыр. Одан басқа бізде байланыс орталығымыз бар, 14-14 байланыс орталығымыз бар. Ол жерде де бізде 30 мыңнан астам бүгінгі таңға кеңес беріліп отыр. Осы сұхбат барысында байқағаным, мемлекеттік кірістер органдарының халықпен тығыз байланыста жұмыс істейтіні және ақпараттық алмасу ашық әрі қолжетімді екенін айқын байқалып отыр. Сіздерге рахмет. Алдағы уақытта осындай сұхбаттарға шақырып тұрасыздар деген үміттемін. Бүгінгі сұхбатымыз осымен аяқталды. Бүгінгі сұхбатқа келгендеріңізге рахмет. Мейрамбек Байқадамұлы, Жанболат Әбілханұлы. Құрметті салық төлеушілер, біздің келесі айдарымызда қандай тақырып болғанын қаласаңыздар, немесе бүгінгі тақырыпқа қатысты сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып қалдыруларыңызға болады. Міндетті түрде кері байланысқа шығатын боламыз.